Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәні бойынша шылау тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 124-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Дескрипторы мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтаймыз және шылау туралы түсінік аламыз. Тақырыбымызға байланысты танымдылығымызды арттыру мақсатында мына бейнежазбаны қарауды ұсынамын. Аға, тіліміздегі сөздердің бәрі де жеке тұрып белгілі бір сұраққа жауап бере ме? Жоқ. Оны неге сұрадың? Себебі мен ғана, ғой, үшін, және деген жеке тұрған сөздерге еш сұрақ қоя алмадым. Сен оларға неге сұрақ қойылмайтыны туралы ойландың ба? Иә, сұрақтар тек мағыналары айқын сөздерге ғана қойылатын сияқты. Дұрыс айтасың. Сұрақтар тек толық мағыналы сөздерге қойылады. Сонда бұл сөздердің толық мағынасы жоқ екен ғой. Олай болса, біз оларды не үшін пайдаланамыз? Дана, мен мектепке білім алу үшін барамын деген сөйлемнен үшін сөзін алып тастап көрші. Сөйлемнің мағынасы түсінікті бола ма екен? Мен мектепке білім алу барамын. Жоқ, түсініксіз. Сөздер байланыспай қалды. Оларды байланыстыруға үшін сөзі керек. Көрдің бе? Ол сөзбен сөзді байланыстырушы қызмет атқарып тұр. Осындай өз алдына толық мағынасы жоқ, бірақ сөзбен сөзді, сөйлеммен сөйлемді байланыстыратын сөздер шылау деп аталады. Шылауға мен, бен, пен, және, да, де, та, те, ма, ме, ба, бе, па, пе, дейін, шейін, қана, ғана, қой, ғой, үшін, туралы, ақ, ау, тағы да басқа осы сияқты сөздер жатады. Біздің тілімізде шылауында болу деген тұрақты тіркес бар. Мағынасы біреудің ықпалында, ырқында болу дегенді білдіреді. Шылау сөздер өздері жеке қолданылмай, толық мағыналы сөздердің ықпалында болады. Жеке тұрғанда мағынасы жоқ сияқты болғанымен, шылаулар өзі тіркескен сөзге әртүрлі қосымша мағына істейді. Яғни, қосымша мағына береді. Бәсе, мен үшін деген шылаудың сөздерге мақсаттық мағына істейтінін байқадым. Мысалы, көз көру үшін, құлақ есту үшін, тіл сөйлеу үшін берілген. Иә. Ал ма, ме, ба, бе, па, пе шылаулары өздері қатысты сөздерге сұрақ мағынасын істейді. Түсінікті. Шылауда толық мағына болмаса да, толық мағыналы сөзге мағына қосады екен. Тағы бір сұрайын дегенім. Осы сұрау мағынасындағы шылаулар сөйлемде қайталанғанда сұрақ белгісін қай жерге қоямыз? Қайталанған ма, ме, ба, бе, па, пе шылауларының арасына үтір қойылып, сұрақ белгісі соңғысынан кейін қойылады. Мысалы, мына суреттегі анар ма, жанар ма, манар ма дегенде алғашқы екі сұрақтан кейін үтір, соңғысынан кейін сұрақ белгісі қойылады. Осы сияқты бірыңғай сөздермен қайталанып тіркескен да, де, та, те шылауларының арасы да үтірмен ажыратылады. Мысалы, математикаға Айжан да, Фатима да, Елдос тамақты деген сөйлемде алдыңғы шылаулардан кейін үтір қойылады. Бірақ бұл шылаулар бірыңғай қолданылған екі сын есімнің арасында келсе, онда ешқандай тыныс белгісі қойылмайды. Мысалы, көшеміздегі жаңа ғимараттар әдемі де, сәнді көрінеді деген сөйлемдегі шылаудан кейін ешқандай тыныс белгісі қойылмайды. Шылаулардың бәрі тіркесетін сөзінен бөлек жазылады ғой.
Есіме салғаның жақсы болды. Тілімізде тіркесетін сөзіне шектеу, даралау, өтініш мағыналарын істейтін ақ, ау деген шылаулар бар. Олар өзі тіркескен сөзден дефис арқылы бөлініп жазылады. Мысалы, менің білетінім осақ, немесе туған жер, сен бәрінен де ыстықсың ау. Рахмет аға, түсіндім. Енді білгенімді бекіту үшін үй тапсырмасына берген. Мінекей балалар, біз шылау жөнінде және оның мағынасын түсіндік. Ендеше оқулығымыздың 111 бетіндегі 19 жаттығуды қараңдар. Мәтінді оқы және мәтін кім немесе не туралы айтылған? Мәтіннен негізгі ой білдірілген бөлікті тауып, мәтінге ат қойыңдар. 21 жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Барлығы Қазақстаным. Сүйкімді маған құмыңда, сонау бір қарлы биікте. Жотада жүрген құлында, жапанда жүрген киікте. Тау шыңы теңіз айдыны, қырларың әнші құстарың. Бақытым менің барлығы, барлығы Қазақстаным. Ендеше өлеңнен шылаулардың астын сызыңдар. Олардың сөйлемге қандай мағына үстеп тұрғанын айтыңдар. Үй тапсырмасы 25 жаттығу. Оқулығымыздың 114 бетінде. Туралы, дейін, шейін шылауларымен сөйлем құраңдар. Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.